Қыс болса келіп қалды, аяғымда етік жоқ, деп мысық қайғырады. Ол қалаға әйелі екеуіне етік әкелуге жиналады. Біраз жүргеннен кейін түлкіні кездестіреді. Түлкі оған былай деп үн қатады. Мысық мырза, қайда жол тарттыңыз? Қалаға, әйеліме және өзіме етік сатып алуға бара жатырмын. Қыс болса келіп қалды, суықта жалаң аяқ жүру қолайсыз, деп жауап береді мысық. Бұл жақта бір жақсы етікші қасқыры бар, соған барсаң етік сатып аласың, дейді түлкі. Түлкі алдында жол көрсетіп жүреді, ал мысық соңынан ілеседі. Түлкі мысықты ну орманға алып келеді. Ал ақымақ мысық орманда түлкілер тұратынын білмейді. Ол ауылдан болғандықтан орманда бұрын болып көрген жоқ еді. Орманға енгенде түлкі оған былай дейді. Ақшаңды бер, әйтпесе өлесің. Аяушылық етші, мен саған да, өзіме де, әйелім мен балаларыма да етік сатып алып беремін. Тек мені бұл жерден аман сау жібер, дейді мысық. Түлкі етік алғысы келеді, бірақ өзі қалаға баруға қорқады. Екеуі келісіп, етік алу үшін қалаға бірге аттанады. Олар қалаға бірге кіреді. Түлкі өзін біреу байқап қалмасын деп жасырынып жүреді. Тар көшеге келгенде түлкі, мен сені осы қақпаның алдында күтіп тұрамын. Сен барып, дайын етіктер бар ма екен көріп кел, дейді. Мысық кетеді. Ал түлкінің маңынан адамдар өтіп бара жатып, оны көріп қалады. Міне, ол қарақшы түлкі, ұстаңдар оны. Түлкі қашып құтылады. Етікті де күтпей қашып әрең құтылады. Мысық оралса, түлкі орнында жоқ екен. Содан ол дүкенге барып, өзіне және әйеліне етік сатып алады. Сол жерден Құтжол деген итті кездестіреді. Мен сені шығарып салайын, бір жамандыққа ұрынып қаларсың, дейді ит. Олар ну орманға да жетті. Ол жерде түлкі өзінің достарымен қалада көрген қорлығының есесін қайтару үшін мысықты күтіп тұрған еді. Түлкіні көрген мысық Құтжолға, әне, мені күтіп отыр, дейді. Қорықпа, сен осында күт, мен қазір оларға амандасып қайтайын, дейді Құтжол. Олар бір-біріне жақындап келеді. Ит түлкіні бас салады, ол болса қаша жөнеледі. Ал түлкінің достары болса итті көре сала одан бұрын қашып кеткен еді. Құтжол үйіне қайтпақшы болғанда, мысық оның жасаған жақсылығы үшін үйіне қонаққа шақырады. Содан бері мысық еркін және алаңсыз өмір сүре бастады. Ал түлкілер болса, Құтжолды орманнан кездестіріп қалса, айналып жүретін болған. Ертегі осылай аяқталады.